Мен Белешева Айсем, Абай облысы Жарма аудандық сотында бас маман, сот отырысының хатшысы қызметіне орналастым. Сіздермен қалай орналасқанын туралы бөліскім келеді. Әлбетте желіден хабарландыру бойынша Жарма аудандық сотында бас маман, сот отырысының хатшысы керек деген хабарландырудан Жарма аудандық сотына келдім. Таныстым, маған кадрлармен сөйлесіп, маған кісі бағдар берді, қандай да құжаттар керек екенін түсіндірді. Үстінен кеттік әкімшілік лауазымдары үшін екінші бағдарлама мен тест тапсыруды ұсынды. Тест тапсырдым. Бірінші кезең мемлекеттік тіл, екінші кезеңде 8 саннан, яғни барлығы 115 сұрақтан тұратын тестке өзім өттім. Шекті баға 69 балдан төмен болу керек. Жеке қасиеттерін бағалау сұрақтарына жауап беру, ондағы шекті мәні 50%-дан аз емес, 80%-ға дейінгі орташа балды жинаған құжаттар тізімін беріп құжаттарды жинауға кірістім. Ең алдымен құжаттарды тапсырдым. Құжаттарды тапсырғаннан кейін кадр бөлімінен хабар берді. Bir haftadan кейін заң жүйесіне туралы, bir haftaдан кейін адам жүйесіне қатыстым. Оның жүйесі сұрақ қойды, санкциясы, және өз областардағы сот отырысының хатшысының жұмысы міндеттерін сұрақтар қойды. Сұрақтарға қиын болмады, және сонда сұрақтарына жауап берді. Конкурстың қорытындысы сол кезінде әлеуметтік желіде салынды. Онан мен өзіме өткенімді көрдім. Сөйтіп мен өзімнің құжаттарымның түпнұсқасын кадр бөліміне тапсырдым. Бір күнде конкурстың қорытындысы шығып, маған жұмысқа тағайындалғаны туралы бұйрық шықты. Сонымен осы маған тәмінге тағайындалып, 3 айлық сынақ мерзімі белгіленді. Қазіргі таңда сынақ мерзімін 3 ай өттім. Айта кетсем, осы мемлекеттік қызметке орналасқанын еш өтінбеймін. Әсіресе Жарма аудандық сотта орналасқаныма себебі бұндағы оқушыға тыңайғы байлық сыйластықпен көмек қолын созуға әрдайым дайын тұрады. Сіздерді де шақырамын. Құрметті оқуын жаңа бітірген жас мамандар, сіздерді Жарма аудандық сотының бос жұмыс орындарына орналасуға шақырамын.